Армысыздар, қымбатты жерлестерім, аман есенсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Алмас Дүкенбайұлы. Бүгінгі роликтерде мен сіздермен жаңа Қазақстан туралы кішкене сұхбаттасам, және денсаулық туралы сіздермен сөйлесем, әңгімелесем. Жаңа Қазақстанды қазір міне жоғарыда отырған қызметкерлеріміз айтып жатыр, жаңа Қазақстан саламыз деп. Жаңа Қазақстан салсын, жақсы, ойлары жақсы, бәріміз керек. Бірақ мен өзімнің ішкі ойым, бұларға, біздің көмекшілерімізге жаңа Қазақстанды салғанға өте қиын болады. Себебі жалпы ішкі өніміміз еліміздегі 120 мекен, 130 мекен, ары кетсе миллион доллар. Ал жалпы сыртқы қарызымыз мемлекеттік 175 миллиард доллар. Бұл өте арақашықтық үлкен. Сондықтан бұл жерде ең бірінші осы арақашықтықты қысқарту керек. Бұл арақашықтықты қысқартпай экономиканың дамуының жылдамдығы болмайды. Сондықтан осының арақашықтықты қысқартуымыз керекпіз. Қысқартпасақ, экономиканың дамуы баяулай береді. Көптеген наразылықтар бола береді. Бұл бір. Одан кейін екінші, мен өзім ойлаймын, менің жаңа Қазақстанды салу үшін, жаңа Қазақстан бұл кімге керек? Ең бірінші халыққа керек. Сондықтан халық биліктің жалғыз өзі болып табылады ғой. Халықтың өзі де осы жаңа Қазақстанның құрылысына қатысу керек. Биліктің жалғыз өзі болып табылғаннан кейін халықтың өзі де осыған кірісу керек. Сол кезде ғана біз осыған кірісіп, осыны істейтін кезде ғана біз ойдағыдай жақсы өмір сүре аламыз. Білімнің деңгейі жоғарылайды, бай боламыз. Өзіміздің шаруашылықтар болғаннан кейін, еріксіз өзіміздің экономикалық қызметіміз болғаннан кейін, өзіміздің халықтық экономикалық инфрақұрылым болған кезде ғана біз әл ауқатымыз жақсарады, халықтың бай боламыз. Білімдің деңгейі жоғарыласа, әл ауқатымыз жақсарса, әрине барлығымыз бірігіп осы шаруашылықтарды істесек, өзіміз өндірсек барлығын, әрине онда еріксіз күшті боламыз. Енді осының барлығын халықтың біріктіретін, халықтың экономикалық инфрақұрылымын жасау үшін халыққа қоғамдық нысана орындарды тіркеп, соған халық бірігу керек. Осының барлығын істеген кезде ғана, өзіміздің экономикалық инфрақұрылымды дамытқан кезде ғана біз жақсы өмірге шығаламыз. Басқа деңгейге, өмірдің басқа деңгейіне шығаламыз. Бұл бірінші. Мен өзім осы істерді іске асырғым келеді. Қолымнан келгенше осының барлығын істеймін, Алла бұйырса, денсаулық болса. Ал енді сіздерге медициналық микросхемалардан жасалынған емдік киімдер мен емдік қасиеті бар, және ауруды алдын алатын қасиеттер бар өнімдерді таныстырғым келеді. Сіздерге осыны сатқым келеді. Себебі Аристотель айтпақшы, алайда бақыт үшін алайда бақыт үшін сыртқы игілік қажет. Неге десеңіздер, ешқандай қаражатсыз әдемі істерді жасау мүмкін емес, немесе өте қиын. Алайда сонымен қатар бақыт үшін кейбір материалдық жағдайлардың тіркесімі қажет.
кейбір қолайлы материалдық жағдайлардың тіркесімі қажет дейді. Ол жеке класс емес, бүкіл қоғам бақытты болу керек. Дәл осылай қазіргі қоғам өз алдарына міндет қою керек және дамуға қатысты бағдарламаларында жазылу керек. Сондықтан мен өз алдыма осындай міндет қойдым. Қолымнан келгенше осының барлығын іске асырамын деймін соғыса. Бірақ бұл үлкен іс болғандықтан, мына мен қалай айтсам екен, қаражаттың жетіспеушілігі болып тұр менде. Сондықтан сіздерге осы мына денсаулықты, адамның денсаулығына пайдалы емдік қасиеті бар. Қалай айтсам екен, емдік қасиеті бар. Ауруды алдын алатын қасиеті бар. Осы медициналық сырларда жасалған өнімдерді сіздерге таныстырып, сіздерге ұсынғым келеді. Ал енді медициналық микросырлар туралы айтатын болсақ, бұл табиғи өнімдерден жасалған микросырлар. Полевой шпат дейді, орысша, қазақша балшық қой. Ақ балшықтан және кварцтан жасалынған құйылған натрий бурый силикатты ортасы қуыс микрошариктер. Сырты диоксид кремнімен қапталған және көптеген сілтілік компоненттермен қапталған. Бұл антисептикалық бұларға қасиетті және антивирусный иммуномодуляционный қасиетті береді. Қазір кейін айтамын тағы. Бұл микросырлардың екі қасиеті бар, екі үлкен қасиеті бар. Бірінші қасиеті бұл ортасы қуыс болғандықтан, микросырлардың ортасы қуыс болғандықтан адамның денесінен шыққан инфрақызыл жылу бар ғой, сол инфрақызыл жылуды бұлар өзінің бойына қабылдайды да, аккумулятор жасап жинайды да, осы инфрақызыл жылуды қайтадан келген жағына кері қайтарады. Келген жағына кері қайтарған кезде мына жиналған жылу, адам денесінен шыққан жиналған жылу 7 сантиметрге дейін ткандарға тереңдікке барады. Сол барған жерінде содан кейін 2 градусқа дейін температураны көтереді. Жасушалардың ішінде, ткандардың ішінде температура 2 градусқа дейін көтеріледі. Температура көтерілген кезде атеросклероздық сосудтар болсын, лимфа жүйесі болсын, лимфотамырлары болсын, лимфа түйіндері болсын, немесе жасушалар болсын, жасушалардың ішінде тамақтың қалдықтары алып қалады. Солардың барлығы жаңағы жиналып қалған, көптеген шықпай жиналып қалған зиянды заттардың барлығы жылайды да, ериді де, содан кейін ағзамыздың кәріз жүйесі арқылы, тері арқылы, лимфа жүйе арқылы, кіші дәрет арқылы, үлкен дәрет арқылы бұлар шыға бастайды денемізден. Денемізден шыға бастайды, денеміз үйтіп сау бола бастайды. Артериалдық веноздық сосудтарда қан айналымының жылдамдығы жоғарылайды. Капиллярлық циркуляциямызды қалпына келе бастайды бұзылған. Жасушалардың ішінде жеткілікті мөлшерде оттегімен және қоректі заттар келе бастайды жасушалардың ішіне. Және жасушалардың ішінен көмір қышқыл газбен жиналып қалған тамақтың қалдықтары шыға бастайды. Яғни жасушалардың ішінде зат алмасу процесі қалпына келе бастайды. Аурудың 90%
90% аурудың себебі осы да ғалымдардың айтуы бойынша зат алмасу процесі бұзылушылықтан болады. И вот осы мына медициналық микросырғылардан жасалынған өнімдер бұл мына көптеген аурулардың емдеуіне көмек болады және ауруларды алдын алуына көмек болады. Артрит деген өнімдердің аты артрит, компанияның аты артрит. Бұл артрит өнімдері негізі мына буын ауруларына, артрит, артроз, коксартроз соларға арналған, буын ауруларына арналған және бұлшықет ауруларына арналған. Енді сондықтан бұл өте жақсы көмектеседі. Менің өзім өте жақсы көмектесті. Мен бұларды май айында алдым. Май айында менің басым ауыр жүрді, көзім ауыр жүрді, аяғым ауыр жүрді, ішім қатып жүрді. Тура істемеген нәрсем жоқ. Сөйтіп, содан кейін осыларды алғаннан кейін көзім ашылды. Қысқаша айтқанда, біздің мына қан жүйеміз, лимфа жүйеміз, тканевый жидкость дейді. Осылардың барлығы бізде электролиттерге жатады. Электролит дегендеріміз бұл орысша айтқанда все жидкости, где присутствуют электрически заряженные молекулы и атомы. На электрикалық молекулалар мен атом бар сұйықтықтардың барлығы электролит деп аталады. Ал біз бұл электролиттердің барлығын тамақпен аламыз, сумен аламыз, ауадан аламыз. Бұлар бізге теріс зарядталынған ион ретінде тамақпен келеді, сумен келеді, ауамен келеді. Бірақ өкінішке орай қазіргі кезде біз қалада тұрамыз ғой. Қаланың ішіндегі тамақтың сапасы, судың сапасы, ауаның сапасы өте төмен деңгейде. Сондықтан біз бұларды ала алмаймыз дұрыстап. Тамақтың сапасы нашарлайды. Айтпақшы, бұлар еще тұз да бар. Тұз екі түрлі минералдан тұрады. Хлордан тұрады және натрийдан тұрады. Хлордың молекуласы теріс зарядталынған иондан тұрады. Ал натрийдің молекуласы оң зарядталынған молекуладан тұрады. Яғни бұл бізге нейтралды зат болып келеді. Тұз. Нейтралдық заряд болып келеді. Сол сияқты мына микросфералардың молекулалары теріс зарядталынған иондар бар. Микросфералар молекулаларында теріс зарядталынған иондар бар. Осы теріс зарядталынған ион біздің ағзамызбен контакт болған кезде денемізбен нетеді? Біздің биологиялық мембраналардан өтеді, биологиялық мембранадан тканьдардан өтеді, қан жүйесіне сіңеді. Қан жүйесінде сіңген кезде қызыл қан түйіршіктер бар қан жүйесінде. Қызыл қан түйіршіктер оттегіне, жасушаға қажетті қоректі заттарды жеткізіп тұрады. Және жасушаның ішінен жаңағы көмірқышқыл газ бен тамақтың қалдықтарын шығарып тұрады. Яғни зат алмасу процессорына қатысып тұрады осы эритроциттар. Біздің жақсы өмір сүруіне, сапалы өмір сүруіне осы барлығына эритроциттардың жүктілігіне қатысты. Ойлау қасиетіміз, ойлауымызға, жүріп тұруымызға, жұмыс істеуімізге барлығына эритроциттардың сапасы, эритроциттардың
сапасына қатысты, сапасы емес, эритроциттердің зарядтарына қатысты. Егер де эритроциттердің зарядтары отырпаса, эритроциттердің молекулалары бар. Сол молекулалар отырып қалса, зарядтары жоқ болып қалса, онда олар тоқтап қалады. Содан кейін қан құйылына бастайды. Одан кейін қандың айналымы нашарлайды, баяулайды. Осылай микроциркуляцияда жасушалармен, органдармен нашарлайды. Жасушалардың ішіне көмір, жасушалардың ішіне жаңағы оттегі, қажетті қоректі заттар жетпей қалады. Жеткілікті мөлшерде. Және жеткілікті мөлшерде жасушалардың ішінен көмірқышқыл газбен тамақтың қалдықтары шықпай қалады. Яғни зат алмасу процестер бұзылады. Зат алмасу процесі бұзылғаннан кейін ауыртыну басталады, қабыну басталады, ана ішіне жинала береді. Осылай симптомдар басталады басында. Одан кейін созылмалы түрлі аурулар түрлеріне айналады. Сондықтан ал микросфералар осы жаңағы эритроциттарға теріс зарядталған өздерінің иондарын береді. Иондарын бергеннен кейін эритроциттердің барлығы, қан жүйесіндегі эритроциттердің барлығы теріс зарядталған иондарды алады да, мына қан айналымының жылдамдығы жоғарылайды. Қан айналымының жылдамдығы жоғарылағаннан кейін біздің мына қан, лимфа, жаңағы тканевый жидкость, жаңағы бұлардың барлығы электролиттерден ғой. Осы электролиттердің ішіндегі электролиттердің тығыздығы жоғарылайды. Осы иондар көбейген сайын, ағзамызда теріс зарядталған иондарымыз көбейген сайын, біздің электролиттердің тығыздығы жоғарылайды. Электролиттердің тығыздығы жоғарылаған сайын біздің, яғни қуатымыз көтеріледі, зарядымыз көтеріледі. Аккумулятор сияқты кәдімгі біздің ағзамыз бұл биологиялық аккумулятор. Осы биологиялық аккумулятордың ішінде просто баланс, тоқтың балансы азайып қалса, электролитіміз тығыздықтары төмендеп қалды деген сөз. Яғни зарядтарымыз отырып қалды деген сөз. Балансы жоғарыласа, электролиттердің тығыздығы жоғары деген сөз. Зарядымыз жақсы деген сөз. Біздің қуатымыз көп деген сөз. Сондықтан соның барлығы осы микросфералар біздің биологиялық тоғымызды көбейткенге, бергенге жақсы көмектеседі. Биологиялық тоғымызды, қалай айтсам екен, қалпында ұстап тұрғанға жақсы көмектеседі. Балансын қалпында ұстап тұрғанға көмектеседі. Және көптеген ауруларды емдеуіне жақсы көмектеседі. Және одан кейін ауруды алдын алады. Ауруларды дамуын болдыртпайды. Көптеген аурудың дамуын болдыртпайды. Сондықтан, құрметті жерлестерім, артрит өнімдерді зерттеңіздер, қараңыздар. Артрит өнімдердің отзывтарын қараңыздар. Ұнаса, менен алыңыздар. Бағасы мына Ресей мемлекетіндегі розницадай сатады ғой, мына. Солардың бағасымен бірдеймін біздікі. Мен Светлана Валентина деген, Криско деген сатушы бар. Сол сатушының бағаларымен сатам. Мен өзім ешқандай үстінен баға қоспаймын. Сол кісінің бағаларымен, мен де сол кісінің бағаларымен сіздерге сатам. Алатын болсаңыздар, сіздерге ақшасын аударасыздар, ақшасын жібереміз, содан кейін ар жақта олар почта Россиямен сіздердің адрестарыңыз бойынша салып береді. Ал осы саудадан түскен пайданың бір бөлігін мен осы қоғамдық нысана орнын ашқанға, қоғамдық шаруашылықтарды ашқанға, өзіміздің қоғамдық экономикалық инфрақұрылымын құрғанға жұмсаймын. Оны істемесек болмайды. Бір үлкен жаңа айттым ба айтпадым ба сіздерге ұмытып қалдым. Біздің қоғамда бір үлкен ауру болып жатыр. Мына
қазіргі Астана бойынша туып жатқан балалардың 40%-ы даунмен неме тағы да елки-палки қазіргі балалардың ауруы көбейіп кетті ғой мына дауна елки-палки ДЦП одан кейін тағы да бір ауру бар еді сондай сұмдық қорқынышты аурулармен туып жатыр қазіргі балалар. Бұл шындығында келгенде негізі бұл қолмен жасалып жатқан нәрсе. Бізге халыққа білдіртпей қолмен жасалып жатқан нәрсе. Сондықтан бұлардың барлығын біз тоқтатуымыз керек. Біз тоқтатпасақ, ертең осының барлығын бет-бетімен жүретін болсақ, мына статистика көбейеді, 40%-дан да көбейеді. Ертең бұл балалар өскен кезде қалай осы жерге бұлар ие болып қалады? Ата-бабаларымыз білектің күшімен, найзаның күшімен осы жерді бізге сақтап беріп кетті. Өкінішке орай біз қазіргі кезде біз осыған ие болмай бара жатырмыз. Осыны жіберетін болсақ, біздің бір 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін уже қазақ елі деген уже ел болмай қалады. Егерде осыны бет-бетімен жіберетін болсақ, қоғамымыздағы мына әлеуметтік, экономикалық, мәдени тіршілік ортамыздағы осы экожүйеміздегі осы ауруларды, осы көптеген басқа мәселелерді шешпесек, өзіміз қоғам болып бірігіп осы барлығынан біз ертең айырылып қаламыз. Ертең қасиетті жерде қасиетті орын бос болмайды дейді ғой. Мына транснационалдық корпорациялар өздерінің экономикалық мүдделерін қанағаттандыру үшін бізді тек қана тұтынушы боламыз да, біз солардың заттарын тұтынамыз да, қалай айтсам екен, көптен нәрселерден айырылып қаламыз ертең біз. Оның үстіне қазіргі мына искусственный интеллект дейді, автоматизация, роботизация, өндіріс орындары, сату орындары, автоматизация, роботизация болып жатыр. Искусственный интеллектпен келіп жатыр. Оның барлығы кімдікі? Оның барлығы мына қазіргі жекеменшік шаруашылық компаниялар осы автоматизировать етеді, роботизировать етеді өндіріс орындарын, тарату орындарын. Ертең адамдар бос жүріп қалады. Искусственный интеллект соларға жұмыс істейді. Солардың мүддесін қорғайды. Автоматтар, роботтар соларға жұмыс істейді. Қоғам ертең жұмыссыз қалады да, тағы да көптеген наразылықтар басталады. Сондықтан, құрметті жерлестерім, мына емдік айтпақшы, айтайын деп кеттім, жаңа медициналық микросфераларда қазіргі кезде 70-ші жылдардан бастап бұны қолданып жатыр. Кеңес өкіметінен бастап, қазір бұны арнайы әскерлерде қолданған, космонавтар қолданған, космонавтың скафандрларында осы микросфералармен қапталынған киімдер бар, киімдер жасалынған скафандрлардың ішінде. Одан кейін қазіргі кезде үлкен перинаталдық орталықтарда Россияда, шетелде, ожоговый центрларда тоже осы медициналық микросфераларды қолданады. Неге? Үлкен емдік қасиеті бар бұл микросфералардың. Ауруды алдын алады, және емдік үлкен қасиеттер бар. Қандай ауру түрлерінде болмасын. Сондықтан зерттеңіздер, отзывтарын қараңыздар. Қажет болса алыңыздар, қажет болмаса да алыңыздар. Кез келген қазақ үйінде
Бұнда үй дәрігері болу керек. Және сіздерден түскен табыстың бір бөлігі айтып отырмын ғой, өзіміздің осындай мына халықтық экономикалық инфрақұрылымның құрылысына жұмсауымыз керекпіз. Ертеңгі күнімізді, болашағымызды ойлануымыз керекпіз. Осылай жүре бермей. Ойламасақ, көптеген бұдан да жаман жағдайға түсіп қаламыз ертең. Құдай сақтасын. Сол, құрметті жерлестерім, ал енді аман болайық, сау болайық. Құдайымыз өзі бізді жарылқасын. Аруақтар бізді қолдасын. Достар, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Сізде аяғыңызға не болды? Содан кейін мен аяғым кейінгі кезде мына ауырып жүреді. Мына февраль айынан бастап. Мына күндізде, түнде де мына тізем шаншып ауырады. Түнде әсіресе былай қозғалсам ауыратын. Диагноз қандай дәрігерлер қойды? Артрит шығар, қайда білейін, мен дәрігерге барғам жоқ оны. Мен жасым 91-де ғой, жүре алмаймын, сосын бармаймын. Лечениенің керек жоқ уже, картизм. Содан осы Алмастың мына повязкасын салып ұйықтап едім, сонан бері жақсы аяғым, түнде ауырмайды. Неше күн ұйықтадыңыз повязкамен? Сол мына жақсы ұйықтадым. Ауырғаны қойды, Бұлай қозғалғанда ауырмайды. Бұрынғыдай. Сосын жылы болып кішкене терлеп екен. Қыздырады, сол терлегені дұрыс қой деймін. Аяғым шымыр шіретіп терлеп, жаныма жақсы тиіп тұр. Мынау повязка жақсы болды маған. Сондай түнде ұйықтауыма, тыныш ұйықтауыма жақсы болды. Жақсы. Бұны апа бар ғой, енді бұны деймін, бұны құлағыңызға тоже тақасаңыз, құлағыңыз есту қабілеті жақсарады тоже. Ола құлағымнан көрі менің аяғым жанды жерім. Кішкене аяғыңыз қойғаннан кейін құлағыңызға, көзіңізге тартыңыз. Жақсы, рахметке. Ол жерде де қан айналымы жақсарады да. Сол қан айналымы жақсарғаннан кейін құлақ та, көз де жақсы жұмыс істей бастайды. Құлағымнан бұрын мына аяғыма жақсы болды. Осы кешеден бері жақсы аяғым. Шипа болсын, апа. Рахмет сізге. Аяғымнан тастырмаймын мен осыны. Айнур, здравствуйте. Вы у нас лечитесь в медицинском центре на медицинском изделии подушка, да? Вот, расскажите, какие у вас ощущения, какой вы результат получаете? Очень хороший результат. Я сколько уже? 15 дней лежу. 2 недели? Или 10 дней. Около 2 недель, да? Я даже не пробы не сделала, сразу начала лежать. Спать ночью, да? И какой результат? Вы расскажите. У меня я руку не могла поднять, и у меня вот не смогла двигаться, я не смогла работать, а как уже мне хорошо. А уже последние 2 недели я каждый день работаю, оно мне очень помогает. То есть вам это улучшило качество? У меня физическая работа, да? Работа физическая. И у меня шея каждый день мажу, массаж, ничего не помог. А подушка помогла вам, да? Подушка я вообще хорошо все. И вы еще на процедуру. Сейчас анализы вот сходили, сдавали, да? Да. Вот. И сейчас начнете ходить на процедуры еще. А вот позавчера у меня поясница сильно болела. А я вот, целый день на подушку спинку поставила. Я вчера хорошо работала. И на пояснице еще помогла. А кем работаете? Я оператор моющих машин. То есть движение, вода, да, то есть холод. Вот. Да. Понятно. То есть вы очень довольны. Рекомендуете кому-то заниматься? Кого проблем со спиной? Да, я всем говорила даже. Даже коллегам с вами говорили, да?